Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз жаңа тақырыппен танысатын боламыз. Бұл сабақ сендерге тек жаңа білім ғана емес, өз қабілеттеріңізді көрсетуге, өз ойларыңызды еркін білдіруге мүмкіндік береді. Барлығы дайын деп ойлаймын. Сондықтан сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қаратпа сөздер. Бүгінгі сабақта сен қаратпа сөздермен танысып, оларды ажыратып, оған дұрыс тыныс белгісін қоюды және қаратпа сөзді қолданып сөйлем құрауды үйренесің. Қаратпа сөз біреудің назарын өзіне аудару, тыңдаушыға арнап сөйлеу үшін қолданылатын сөз немесе сөз тіркесі. Қаратпа сөз сөйлемнің мүшесі болмайды, бірақ сөйлеммен мағыналық байланыста болады. Қанекей балалар, мысал келтірейік. Мысалы, Аян, бүгін сабаққа дайынсың ба? Балалар, тапсырманы орындаймыз. Апай, менің дәптерім дайын. Қаратпа сөз сөйлемнің басында келсе, одан кейін үтір қойылады. Сөйлемнің ортасында келсе, екі жағынан үтір қойылады. Ал егер сөйлемнің соңында келсе, алдынан үтір қойылады. Қаратпа сөз сөйлемнің Қаратпа сөздерді қалай ажыратамыз? Қаратпа сөздер адамға немесе адамдар тобына арналады. Сөйлемде жеке айтылады, үндеу, сәлем, өтініш, назар аударту мақсатында қолданылады. Қаратпа сөзден кейін үтір, кейде леп белгісі қойылады. Қанекей оқушы, мысал келтірші. Құрметті оқушылар, бүгін біз қаратпа сөздермен танысып, олардың қолдануын түсіндік. Сабақ аяқталды, келесі кездескенше.